Жоқ! Рита! Ханым! Мынау қыз қорыққаннан жіберіп қойды. Жоқ! Тоқтатыңызшы! Сіздер бұл істеріңіз үшін не болатынын білесіздер ме? Сен алдымен өзіңді ойлағаның дұрыс болады. Саған қазір сені ханымыз сияқты рахат болады. Сонымен... Доғарыңыз, өтінемін! Неге қараңғы болып кетті? Сен тағы кімсің? Қайырлы күн, менің атым Марк. Көрініс төзімді болмады, сондықтан ескертпедім. Мен қайдамын? Бір түрлі. Бұл не тағы? Тоқта, тек дүрбеленсіз көрейінші. Бұл зауыт бірден кейін есіме түсіріп тұр. Біраз элементтерге қарсы тұратын, қосымша тағы да біраз артықшылықтары бар, бұзылмайтын, қасиетті зауыт Беленус. Қара түнекпен баталынған, мана жинаушы шапан, түнгі аспан. Әртүрлі мәртебеге иммунитет беретін, аспан қалқаны Тефтента. Найзағаймен зарядталған, жылдам қару, қасиетті найзағай қылыш, канат бан. Дәл өзі, бұл менің сүйікті ойыным кейіпкері Арк. Есімде, кеше ойын үстінде ұйықтап кеткен едім. Түсім ба? Бұл қалай? Қылыш қолымда шын сезіліп тұр, және ол керемет, тамаша. Мен толық темір сауытта, бірақ ешқандай ауырлық сезініп тұрған жоқпын. Маған ыстық емес, неге олай болмасқа? Мүмкіндік туып тұр екен, неге қолданып көрмеске? Менше бұлай еді. Виверна кесімі! Шынында, бұл қалай? Виверна кесімі солай ма еді? Мүмкін, қолымда магия бар шығар. От! Сиқырлай аламын. Мен бір сәтте ойын өміріне тап болдым ба? Бәрі тым шынайы. Кеше не болды? Кеше мен ойнап жатқан кезде ұйықтап кеткен едім. Менің басты сыныбым аспанды рыцарь. Сынып астында Пантифен. Мен от шығарамайтын. Сонда мен кез келген сынып мүмкіншіліктерін пайдалана аламын ба? Ондай жағдайда мен жайынбамын ғой! Аспан рыцарь мүмкіншіліктері әдемілігі үшін ойлап табылған. Қандай ғажап, тек онымен ғана шектелмесем. Әрине мен барлығын сынап көргім келіп тұр. Өйткені мен шын геймермін ғой. Алдымен қарнымды тойдырып алайын. Бірде-бір тамақ жоқ. Бір қалаз деп көрейін. Есік! Дәл солай. Есік тек мен болған қалаға ғана апарады ғой. Мен тіпті қай жерде екенімді де білмеймін. Сондықтан бұл күштің пайдасы жоқ. Тоқтаңыз, тағы бір керемет күш бар. Жылжуға арналған.
кеңістіктегі қадам. Түсінікті. Ойында бұл тек басқан жерме ғана апаратын. Ал бұл өмірде қысқа арақашықтыққа апарады. Қалпына да өте тез келеді. Өте ыңғайлы мүмкіншілік. Шын сөзім. Мен өзімді өте керемет сезініп тұрмын. Вау, мынау су шынайы жасалынған сияқты ма? Қарғыс алғыр, аватарым сүйек адам. Бұл өте нашар. Егер мен бұл күйде қалаға оралсам, маған аңшылық бастап кетеді ғой. Қой, одан да қалаға бармастан бұрын өзімді қалпыма келтіріп алайын. Жарайды, судан да тыныш, шөптен де төмен боламын. Әйтпесе болмайды. Тіпті мен дұрыс боп тұрсам да, бас киімді шешпеу керек. Люверт қаласы. Естідің ба, тағы да алып қауып оралды. Тіпті әзіл болса да мені одан сақтасын. Керемет, Виверна кесімі туралы сөз қаптап кетті. Рыцарь мырза, не қалайсыз? Төмен бағамен келіңіз. Жоқ, керек емес, ақшам жоқ. Басқа, ал көзге бай болып көрінеді. Мына жер фэнтезидай ғой деймін. Ал егер жан-жағына қарасан, орта ғасырлық атмосфера болып тұр. Фэнтезиға ұқсамайды. Мынау неткен тамаша ес. Алдымен ақша табу керек. Фэнтези болсын, фэнтези болмасын, бәрібір таңдау бір. Кез келген ақпарат керек дедім ой. Өзін шүйіріп қалған екенсің. Менде ақпарат жоқ, түсінесің ба? Мен саған не үшін екі есе ақша төлеп жатырмын? Мен шынымен ақпарат іздеп көрдім, бірақ гарантия бергенім есімде жоқ. Қарғыс алғыр эльфтар. Не? Иә, эльф екен. Бұл фэнтези ғой. Жүру керек. Кетіп қалды ма? Өкінішті. Жалға алушы гильдиясы. Жалға алушы гильдиясы? Иә, тура қажет болып тұр. Ойында мен квестерден ақша табатынмын. Ого, мынау кім? Мен бірінші рет көріп тұрмын. 1 минут уақытыңызды бөлсеңіз, маған тұрып қалған тапсырмалар керек. Сіздерге жалға алушы есемді тіркелу керек па? Дұрыс. Лицензия жазып беріңізші. Әзілсіз сөйлесейік. Саған қарасам, жағдайым бар ғой. Қарғыс алғыр, мен өзімді сөзімді жөндеу керек. Ұстап қалмауым керек. Лицензия алуымның өзінің бір себептері бар. Сондықтан да еш артық сұрақсыз маған лицензия жазып беріңізші. Сіз қалағандай болсын. Бірақ лицензия алу үшін да сынақтан өту керек. Жабаян, құбыжық және бандиттер. Саған кез келген үшеуін ұту керексіз және дәлел ретінде әкелуін керек. Міне тамаша құбыжық. Кешіріңіз. Дәлел ретінде мен үшеуінің өлімін әпкесем, маған лицензия бересіз ғой, Бұны 5 жастағы балдарды біледі ғой.
Мен сізді түсіндім. Мен қайта ораламын. Мен мына рицарь үшін алаңдап тұрмын. Оған бойсұнба. Сенімдімін бұл жайдан емес. Ол бұл жұмысты ауру бала үшін болып жатыр деп ойлаймын. Көз жасына дейін. Сәттілік, рицарь мырза. Меніңше рұқсатсыз менің атымнан біреулер бір оқиға ойлап тауып жатыр ғой деймін. Біреу қалды, сосын мен әлгі дәмді тамаққа жетемін. Мен құбыжық деп естігенде қуанып едім, бірақ фэнтези аз сияқты бұл өмірде. Тағы қабан? Орк? Ең әлсіз ойындағы тип. Әйтеуір фантазиялық шықтау. Менің ең бірінші өлтірген құбыжығым. Бұны жуу керек. Мен орк тұттым. Әлемді жақсы қылу үшін рыцарь саяхатқа шығады. Бастаған Нореке. Орк мен ойлағаннан да үлкен екен. Ой, парай, мен бір жаман нәрсеге ұшырап қалған сияқтымын. Түріне қарасам, бұл жас ханым және оның қызметшісі. Бұл жаудың керегі жоқ, олардың естігені келгеннен көрініп тұр. Кімді қорғау керек екені көрініп тұр. Бірақ олар адамдар ғой. Бұл құбыжықпен шайқасқандай емес. Бұны енді аңшылық деп айтпаймыз, бұны ПВП деп айтамыз. Жіберіңіздерші, Рита! Олар өте көп. ПВП-да адам көптігі ол жеңісті білдіреді. Ханым! Лорен ханым! Ол қорққаннан жіберіп қойды. Тоғарыңыз! Ой, пәрай! Одан сайын нашарлап жатыр. Сіздер бұл істеріңіз үшін не болатынын білесіздер ме? Одан да өзіңді ойлағаның дұрыс болады. Саған қазір сенің ханым сияқты рахат болады. Ештен кетпейді, іске асу керек. Менің барлық қару-жарағым мектеп сыныпта ғой. Тоғарыңыз өтінемін. Неге бұлай қараңғы болып қалды? Қазір не болды? Жігіттер, жолымыз болмады. Не болды бұл? Атаман! Мені күтіңдер! Виверна кесімі! Зардап шектіңіздер ма? Сіз бізді құтқардыңыз, рахмет. Пол, Лорен, Лорея, Ливерут қаласының танымал отбасынан. Мен оның қызметкері Рита. Оқасы жоқ, мен ештеңе істеген жоқпын ғой. Айтыңызшы, сіз бір лордтың қызметкерсіз бе?
Кейіпкердің бұрынғы оқиғасы осындай. Ол аспан рыцары бола алмаса да, қорқынышты қарғысты ұшыраған. Сол қарғыс қайтару үшін жол іздеп саяхатқа шығып кеткен. Сөзді кейінге қалдырайық. Сіздер өздеріңіздің қалпына келіп алыңыздар. Ал мен бандиттердің өлімсілерінен құтылайын. Әрине, рахмет. Благодарю вас. Жүріңіз, ханым. Сонымен, тіпті олар бандит болса да, олардың өлімсілерін тастау алмайды. Тым болмаса, жабайы гүлдерге пайдаларын тиісін. От! Пламя. Мен бірінші рет адам өлтіруім. Бірақ өкініштісі ешқандай сезіп тұрғам жоқ. Таңғарарлық, мен зұлым емес шығармын. Бандиттердің жылқысы болу керек. Керемет. Олар маған қарап тұрған жоқ. Бандиттердің жақсылықтан өзіме алып алайын. Жақын арада аш қалмаймын. Тыңдаңызшы. Байқайым, сіздер тынышталыңыздар ма? Рахмет, сіз бізге шабуыл жасаған кезде көмектестіңіз. Сіздер қиындыққа ұшырап қалдыңыздар. Мен сіздерге зиян тимегеніне қуаныштымын. Ал енді қалаға барып жанағы етті жеуге болады. Ай-ай-ай-ай-ай. Біз енді Ливерот отбасына жолға шығамыз. Егер сіз рұқсат етсеңіз. Рыцарь мырза, мен сізге алғысым шексіз. Сіз бізді үлкен кесапаттан сақтап қалдыңыз. Рахмет айтуның керегі жоқ. Мен жай жақын арада болып қалдым ой. Не болды? Ол менен көз алмай қарап отыр. Рыцарь мырза, сіз бізге әлі есіміңізді айтқан жоқсыз ғой. Мен жай саяхаттаушымын. Менің атым Арк. Осылайша Арк өзінің білмейтін өмірінің алғашқы қадамын жасады. Қарнын ашқандай. Үш дана. Маған лицензия жазыңыз. Иә, лицензия жазып беремін ғой. Сені бірақ бір күнде бітеді деп күтпедім. Рыцарь мырза, құттықтаймын. Бізбен бірге ішіңіз. Рахмет, бірақ бұл жолы емес. Тыңдашы, сен рун алуды ұмытып кеттің. Ешқашан құбыжықты өлтіргеннен кейін руна алуды ұмытып кетіп жүрме. Бұл руна сиқырлы заттар жасағанда керек болады. Міне сенің лицензияң жалға алушы. О, рахмет. Егер жұмыс керек болса, тақта қара. Дегенмен, ол жерде майда жұмыстар. Ірі жұмыс атқарғың келсе, онда саған топ құру керек. Тамаша, енді мен дайынмын. Бұл жағдайда мен бүгін түнеуге қаламын. Маған бөлмеме тамақ әкеліп беріңіздер. Қандай тәтті тағам. Бұндай дәмді тамақ жесем, көзім шықсын. Күтуге тура келген соң, тәттірек болып келе жатыр ма тамақ қалай өзі?
Тамаша, суық болмаса да шөл қандырады. Орықтың сиқырлы тасы. Әдемі. 2 тапсырма орындадың, жақсылап тамақтанып алдың. Бұл ойын емес, бұл шынайы өмір. Бұл енді басқа өмір. Ертеңгі күнді қатты күтіп тұрмын, себебі мен бар күштердің бәрін қолданып көремін. Ертеңгі күнді қатты асыға күтіп тұрмын.